Қасиет Омарованың салған суреттерінен бір жылулық байқалады. Картинадағы айқын түстер адамның өмірге деген ерекше көзқарасын бірден аңғартады. Туындыларды алғаш көрген жан тіпті оны көз көрмейтін суретшінің салғанына сенбеуі мүмкін, бірақ шынында да мына тың дүниелерді авторы сипап отырып салды. Қасиеттің қос жанары жарақат алғаннан кейін 23 жасында көруден қалған. Келеңсіз жайт болғанға дейін көркемсурет мектебін бітірген қыз кәсібін сүйгендіктен оны әрі қарай үйренудің түрлі жолдарын қарастырды. Очень такое скульптура, она тоже зрительная. Ее надо видеть. Я остановилась на масле, потому что это очень удобно. Там, где я что-то неправильно сделала, это всегда можно исправить. Просто сверху масло перекрывает же. Вот здесь что-то есть? Суретші қыздың қаламнан бұрынғы көмекшісі кәдімгі түйреуіш. Онымен Қасиет салатын суретінің сұлбасын сызып алады. Әрі қарай шебер қолдар арқылы түрлі бейнелеу өнерінің туындылары жазылады. Бояуларды араластыруға жақындары мен достары әрдайым көмектеседі. Әрине көз көргенде олай болмас та еді. Кейіпкерімізге 13 рет операция жасалған, бірақ медицинаның шамасы жетпейді. Дегенмен Қасиет сүйікті ісінен бас тартпайды. Өнер мен ғылымды қатар алып жүр. Қыз тағдырдың жазуына орай біраз нәрсені үйренуіне тура келді. Я научилась слышать голоса, интонации. По голосу Мен дауыс ырғағына қарап адамды танимын. Тіпті сөйлеген кезде оның түр сипатын да шамалаймын. Білім деңгейінде байқауға болады. Адамның дауыс ырғағы арқылы кәсібін, мінез құлқын білуді үйрендім. Профессию какую-то понять. Вот. И характер, конечно, тоже. Қасиеттің алғаш алған мамандығы экономист. Ағылшын және жапон тілдерін жетік біледі. Жақындар мен достары Қасиеттің білмейтіні жердің астында деп әзілдейді. Өзді үнемі бірінші болуға талпынады. Мәселен, ол мүгедектіктің ауыр түріне шалдыққанына қарамастан мемлекеттік қызметке алынған алғашқы маман. Қазір кейіпкеріміз туризм индустриясы департаментінің бас сарапшысы. Моя большая мечта сделать доступным туризм не только в таких бетонных асфальтных городах. Менің арманым қала туризмі ғана емес, табиғатты тамашалауды да қолжетімді еткім келеді. Қазір біз ауыл шаруашылығы министрлігімен жұмыс жасап жатырмыз. Баянауыл мен Іле-Алатау ұлттық паркінде бірнеше экологиялық жол салу жоспарда бар. Туризм саласы адамдар ғана емес, мемлекет үшін де аса маңызды. Табиғат аясында тынығатын жандардың денсаулығы айтарлықтай жақсарады. Люди становятся активными, меньше болеют и больше действуют. Қасиет біраз жылдан бері Қазақстанда әлеуметтік туризмді дамыту үшін белсенді жұмыс жасап келеді. Алғашында волонтер болды, кейін Аржан қоғамдық қорын 5 жыл бойы басқарды. Достармен бірге олар қалаға саяхат жасау бойынша 20-дан аса ірі шара ұйымдастырды. Тіпті заңға өзгерту енгізуге де ықпал жасады. Ол кезде Қасиет Қазақстан менеджмент экономика және болжау институтында білім алып жүрген. 3 жыл бұрын магистр дәрежесін алды. Есть министры, например, Министрлер бар, мәселен еңбек министрі, көз көрмейтін қала басшысы бар. Мүмкіндігі шектеулі болса да, өз жұмысын аса жауапкершілікпен әрі кәсіби атқаратын осындай жандар маған ерекше күш сыйлайды. Олардың еңбегін байқап отырып, мен де жасай аламын ғой деп талпынамын. Такой стимул, что я тоже это смогу сделать. Она действительно отзывчивый человек, очень добрый, всегда готов. Ол өте мейірімді бауырмал жан. Әрдайым өзгеге көмектесуге дайын тұрады. Өзінің жұмысына аса жауапкершілікпен қарайды. Қасиет әлеуметтік туризм саласына жауапты, жұмысты өте тыңғылықты орындайды. Так ревностно относится к своей работе, вот у нее как бы социальный туризм, и она действительно болеет душой за свою работу. Қасиет болашақта елімізде әлеуметтік туризм қарқынды дамиды деген сенімде, бірақ бүгіннен көлік, жол, қонақ үйден бастап барлық жағдай жасалу керек дейді. Ал өзі докторантураға түсуді жоспарлап жүр. Мне очень нравится исследовательская работа. Когда знаешь... Маған зерттеу жұмысы ұнайды. Өз ісіңді жақсы меңгеріп, әрі заңдылық жағынан сауатты болсаң, кәсібің қызық. Өмірге басқаша қарайсың. Мен әлемді сезініп, бақылап отыратын суретші сияқтымын. Я осталась таким художником, который наблюдает жизнь.